Сәлем достар, біздер осындай пышный панкейки дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін 2 жұмыртқаға шекерімізді салып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Одан кейін жылы сүтімізді құйып, тағы да араластырып, ұн саламыз. Жарты шай қасық қопсытқыш араластырамыз. Осындай масса шығу керек бізде. Қызып тұрған табаға құйып, осындай көпіршікпен көтерілуі керек. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ортасы осындай болады.